Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елім. Менде Парасат деген жолдас жігітім бар. Братишкам. Сол маған жилет подарка беріп еді. Далаға теңізге шыққанда мен 2015 жыл батып қала жаздадым. 3 километр жүзіп зорға шықтым. Ол ішкендікі ғой. Удаймас болып барып едім. Содан кейін қойып кеттім арақты. Мына жилет болғанда, мына жилет өте жақсы. Мынау рабочий жилет қой. Рабочий жилет, нелері бар, бәрі бар. И мынаның жетпейтіні, мына жерге не тігем? Кармашек тігем ғой, қалта. Қалта тігем, ішіне біреу мына жеріне свисток қоям. Свисток үретін. Анда-санда далада жүргенде теңізге кетіп қалсаңыз, тамағың бәрі не болып қалады ғой, бітеліп. Свистокпен ұрып тұрасың. Сосын мына жерге бір пышақ ілейін деп едім. Кішкентай пышақ. Өте жақсы не? Спасательный жилет. Осыны обязательно қалай болса да 2015-те батқанда мен тек спасательный жилет құтқарып жіберген. Ол болмаса 3 километр жағаға дейін жүздім ғой. Ол болмаса батып кетер едім. Сол үшін тағы да спасательный жилет алдым өзіме. Осыны енді қолданам. Қайда далаға шығып қайықтың ішіне отырсам да, отырмасам да, осыны киіп алам. Қайықтың ішіне кіргенде, уже теңіздің ішіне кіргенде, оны обязательно кию керек. Аман болыңыз, құрметті қазақ елім. Қайда жүрсеңіз аман болыңыз.